Рысбаев Жомарт, Жамбыл облысы Тараз қаласынан. Мен 23-ші есепті көрсетейін. Яғни бізде мынандай есеп берген. А, Б және С 10 сандарының қосындысы 10-ға тең. Яғни 1 бөлінген Б плюсы плюс 1 бөлінген А плюсы 1 плюс 1 бөлінген А плюсы 0,4 екені белгілі болса дейді. Онда бізге мына бөлінген мәнін тап дейді. Яғни мен былай жасайын. Бізде А плюс Б сандарының қосындысы 10 дейді. Сонда бізде А қосу Б қосу С 10 бізде беріліп тұр. Және мына санды мен былай жазайын. 1 бөлінген Б плюсы қосылған 1 бөлінген А плюсы қосылған 1 бөлінген А плюсы 1. Енді осы жерде негізі былай болады. Негізі А, Б, С сандарымен табылсын деп ойлаймын. Негізі А, Б, С сандары табылса, онда бұл есептің шығару жолы қатты қиын емес. Бірақ кейін осы сандарда нақты сандар жиында шешім бар ма көрсетеді. Яғни бірінші мен былай жасайын. Мына теңдікті екі жағында, яғни оңға көбейтемін. Оңға көбейтіп жіберемін. Сол кезде мен де былай жазайын. 10 қосылған Б плюс С қосылған 10 бөлінген А плюс С қосылған 10 бөлінген А плюс Б. Тең 4 болады. Енді осы жерде оның орнына мен мынаны қоямын. Яғни А плюс Б плюс С-ны қоямын. Сол кезде бірден жазайын. А плюс Б плюс С-ны қоямын орнына. Онда А плюс Б плюс С бөлінген Б плюс С. Қосылған. Бұл жерде оның орнына қоямын. А плюс Б плюс С бөлінген А плюс С. Қосылған. Неге жалғастыра білеймін. А қосылған Б қосылған С бөлінген А плюс Б. Тең 4. Енді осыларды мен жеке-жеке бөліп жіберемін. және мынаны енді бір-біріне бөлек болса, мынаны бір шығады, сонда болады. А бөлінген Б плюс С қосу бір шығады. Мұнда да тура сондай, А мен С-ны, А плюс-ны бөлген кезде біріншісі Б бөлінген А плюс С шығады, және мен екеуін қосу бір шығады. Бұда да тура солай, А плюс-ны А плюс Б болса бір, С-ны А плюс Б бөлінген А плюс Б қосу бір шығады. Енді бізде мынау үшеуінің қосындысы бізде бана А деп белгіленген еді. Онда А қосу мынерде 1, 3 шығады, 4. Осы жерден А-ны табатын болсақ 1 шығады. Енді бұл егер мынау А сандары бар болса, егер негізі нақты сандар жиында шешімі болмайды, қазір көрсетем. Негізі мына санды 0,4-ті 0,45-тен жоғары деп алу керек. Ол үшін мен былай қайта мөлшеріп жазайын. Енді менің қолымда мына нәрсе бар деп түсінейін. Яғни мынау бар. Енді мен бірінші мынандай теңсіз қарастырам. X1 қосылған, X2 қосылған, X3 әрқайсысы нөлден үлкен болсын. Әрқайсысы нөлден үлкен сандар. Және осы сандардың керісін алып, X1 қосылған, X2 қосылған, X3. Бұнда әрқайсысы нөлден үлкен болады, себебі X1, X2, X3 нөлден үлкен болады. Енді осы көбейтінді әрқашанда егер нақты сандар жұмысында 9-дан үлкен болады. Себебі былай айтасақ болады, дәлдеу. Мысалы, 3 санның көбесі арифметикалық ортаны, геометриялық ортаны пайдалануға болады. Мысал ретінде, X1 қосу, X2 қосу, X3 бөлінген 3 үлкен еместен 3 дәрежелі ұйымдасында X1, X2, X3. Ал екіншісі тура осы сияқты X1 қосу, бөлінген X2 қосу, бөлінген X3 үлкен еместен 3-ті былай жіберсек 3 дәрежелі X1, бірден X1, бірден X2, бірден X3. Енді осыны мен бір-біріне көбейтіп жіберетін болсам, мынау мынаға 3 болып барады, сонда мынау көбейтіндісі бірді береді, 3-ке жіберіп болды, сонда дәлелденді. Яғни мынау дәлелденді. Енді мен осыны пайдаланамын, тек қана өте үлкен жағдай. Енді былай жасайын. Енді бізде былай жасайық. Мысалы үшін 1 бөлінген Б плюс С қосылған 1 бөлінген А плюс С қосылған 1 бөлінген А плюс Б. Енді мен осыны, яғни мына әрқайсысы мыналарды мына X1-ден 1 деп алсам былай. 1 бөлінген X1, 1 бөлінген X2 деп алсам, 1 бөлінген X3 деп алатын болсам. Демек, менде енді X1 қосу X2, X3 жоқ қой, сондықтан мен мына жерде жазамын қазір. Көбейту дейді, мынасына жазамын. Көбейту мынаның орнына. Мен былай жазамын. Б плюс С қосылған А плюс С қосылған А плюс Б. Енді бізде осы мына өрнекпен мына өрнектің көбейтіндісі әрқашанда үлкен емесімен тоғыздан болады.
Енді біз білеміз, бана берілгенде А қосу Б қосу С. Яғни неге қазір қарасаңыздар, Б-ға Б қосса 2Б, С-ға С қосса 2С, А-ға А қосса 2А. Демек бізде қосынды басында 10 болған, демек бұл жерде 20 болады. 10-ға 10 қосса 20. Сонда мынаны мен қазір былай жазып қояйын. Бір бөлінген Б плюс С қосылған, бір бөлінген А плюс С қосылған, бір бөлінген А плюс Б. Ақшаларына көбейту ең 20 болады. Себебі бізде мынау 2Б, 2С, 2А. Үлкен үлгісі 9. Енді мен осы жерде 9-20-ға бөлетін болсам, яғни мына өрнегіміз бізде, мына өрнегіміз 2-ге үлкен болады. Себебі енді 9-20-ға бөлетін болсақ, 0,45. Ал бізде 0,4. Демек 0,4 деп отырған, яғни 0,45-тен үлкен боламайды. Демек біздің шығарып отырған есебіміз жалпы егермен абысы ескермей осы сандар орындалады деп шығарса, бұл есептің қиындығы қатты қиын емес бір шықты. Енді бұл есепте шартты енді мынаны өзгеру керек. Яғни 0,45-тен үлкен. Мен мысалы үшін 0,5 деп алатын болса, онда бізде мынандай болып шығады. Тура А тең болады, бағана былай шықты ғой. 0,4 көбейту 10 болған. Енді бізде 5 болады, көбейту 10 азайту 3. Сонда 2 шығады. Егер мына жерде мен қазір мына жердегі санды 0,15-ге ауыстыратын болсам, онда жауабы 2 шығады. Және ол кезде А, Б, С нақты сандар табылады. Ал біздің есепте қазір нақты сандар үшін емес, егер мен бұны нақты сан деп алсам, қана орындалады мына. Ал егер мынандай жағдай, егер мен нақты сандар болмаса, мынау теңсіздікте уже қате болады. Себебі біз нақты сандар үшін ғана дәлелденеді бұл теңсіздік. Сонда біздің есебіміз жалпы шығару жолы, егер арбасы табылған жағдайда ең оңайы болады сонда. Мына өрнекті, яғни мысалы аны табу үшін, яғни бір бөлінген Б минус С, Б плюс С қосылған бір бөлінген А плюс С қосылған бір бөлінген А плюс Б-ны көбейтемін 10-ға және азайтамын 3-ті. Сонда осы формаға сала салсақ шыға береді екен. Тек қана шартын құрғанда дұрыс болды. Осымен мен сабағым аяқталды.